Байқасаңыз, көптеген адамдар дұрыс тамақтанып, спортпен айналысса да, қаңқа сияқты болып апарық болып тұрады. Немесе бір затты ұстағаныңызда қолыңыз дірілдеуі мүмкін. Тағысын тағы. Айта берсек, мұның көпшілігі витамин Д-ның тапшылығынан болуы мүмкін. Сәлеметсіздер. Сіздермен бірге Мақсат Мед арнасы. Бүгін біз Д дәрумені туралы айтатын боламыз. Жалпы Д дәрумені жетіспеушілігінен әлемде 50-66% адам зардап шегеді екен. Ендеше витамин Д дегеніміз не? Витамин Д кальций мен фосфордың адам ағзасына сіңіп, қанға, сүйекке және тіс сүйектеріне берілуін реттейді. А дәрумені және осындағы кальций мен фосфор денені суық тиюден, қант диабетінен, көз және тері ауруынан қорғайды. Сондай-ақ тіс қуысының бұзылуы және қызылиек ауытқуының алдын алуға көмектеседі. Остеопорозбен, яғни қаңқа сүйектерін зақымдайтын аурумен күресуге көмектеседі және сынықтардың жазылуын тездетеді. Д дәруменінің деңгейін анықтау рахит, яғни мишель, жүктілік, тамақ және ас қорыту бұзылулары, гиперпаратироз, остеопороз сияқты кальций алмасуының бұзылу себебін білу үшін қажет. Д дәрумені қандағы фосфор деңгейін сақтайды. Бұлшық әлсіздігінің алдын алып, ағза иммунитетін арттырады. Ішек, бүйрек, бұлшық жасушаларына әсер етеді. Қан қысымын және жүрек жұмысын реттеуге қатысады. Д дәрумені қалқанша безінің жұмыс істеуі және қанның дұрыс жүруі үшін өте маңызды. Витамин Д жетіспеушілігінен туындайтын негізгі аурулар, олар әлсіздік, тәбеттің жойылуы, жүрек айну, іш қату, диарея, буын ауруы, бас және бұлшық ет ауруы, безгек, қан қысымының жоғарылауы, судрик, яғни ұстама немесе құрсу, жүректің баяулауы, тыныс алудың қиындауы, остеопороздың немесе сүйек зақымдаудың асқынуы, ауыз немесе тамақта күйіп тұрғандай сезім пайда болуы, салмақтың себепсіз азаюы, ал балаларда рахит немесе мишель ауруы, омыртқаның пішінінің өзгеруі, өсу мен дамудың баяулауы орын алады. Витамин Д-ны тұтынбас бұрын міндетті түрде қаннан анализ тапсырып, дәрігердің нұсқауы бойынша әрекет еткеніңіз дұрыс болады. Витамин Д-ға қажетті бай өнімдер, олар швейцариялық сыр, сиыр еті, жұмыртқа, сүт, сиырдың бауыры, теңіз өнімдері, балықтар, ақсерке балығы немесе семга, балық майы, сары май. Егерде витамин Д дәрумендерінің ішінде қайсы жақсырақ деген сұраққа келетін болсақ, әрине Д3 деп жауап берер едік. Себебі ол Д2-ден қарағанда адам ағзасына жақсы сіңеді. Достар, Д витамині жайлы қосымша қандай ақпарат білесіз? Білетініңізді комментарийға қалдыра отырыңыз. Достарыңызбен сізде бөлісіп қойыңыз. Мақсат Мед медициналық орталығы 2010 жылдан бері нәтижелі жұмыс істеп келеді. Орталықта балалардың сибиралды сал ауруы, аутизм, даун ауруы, ЗПР, ЗПРР, балалардағы және ересектердегі инсульттан кейінгі қалпына келтіру, тірек қимыл жүйесінің бұзылысы, операциядан кейінгі ортопедиялық қалпына келтіру емдері жүргізіледі. Мақсат Мед медициналық оңалту орталығында балалар және ересектер невропатологы, педиатр, терапевт, иглотерапевт, ортопед, психиатр, психолог, логопед, дефектолог, массажист, ЛФК, физиотерапевт және тағы басқа мамандар жұмылдырылған. Біз кешенді емдеу жолын ұсынамыз.